Саламатсыздар ма? Менің қолөнер каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін шапканың резинасын тоқып көрсететін боламын. Бірақ шапканы толығымен тоқимыз. Бірінші бізге шапканың резинасы керек. Резинасын енді кімге тоқып жатсыз, кімге арнап, мысалы, соның басының көлемін өлшеп алу керексіз. Енді міне бастаймыз. Міне резинамыздың воздушная цепочка тоқу керек боламыз. Міне мен бірінші воздушный цепочкам, 13 воздушный цепочка тоқимыз. Міне біреу бар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Міне менде воздушная цепочка. Енді келесісін мен воздушный цепочканың үстіңгі жағынан ғана тоқимын. Міне мына үстіңгі жақта бір жіптен ғана іліп алып тоқимын. Енді мені қараңыздар, мына жерде бірінші петлямыз, екінші, үшінші кері сағынада үшінші мына ілмек келу керек боламыз. Міне үшінші ілмегімізге соединительный столбик жасаймыз. Сразу шығарамыз. Кейін келесін накид. Біздімізде 3 ілмек бар, 3 ілмектен 1 ілмек сразу шығарам. Бұл бізде полустолбик с одним накидом. Енді соединительный столбик. Өстіп кезек тоқып береміз. Біреуінде жай ғана міне соединительный столбикті, келесінде столбик, полустолбик с одним накидом. Осылай тоқи береміз. Мынада бізде полустолбик с одним накидом, мынада соединительный столбик. Енді келесі мына жерде полустолбик с одним накидом. Дұрыс тоққан болсаңыздар, сізде ең соңғысы жай ғана соединительный столбикпен бітеді. Міне. Енді обязательно бізде столбик, бір столбик петля подъема көтереміз. Міне. Қайтадан мына жерде үшінші столбикқа тоқимыз. Қараңыздар. Міне 1, 2, 3 іліп алдым. Енді только жібіміздің бір шетінен ғана, бір жібінен ғана ар жақтағы косичка сияқты тұрая, соның ар жағындағы жіптен ғана. Үстіңгі жағынан аламыз да соединительный столбик, кейін полустолбик с одним накидом. Кейін соединительный столбик. Осылай кезек тоқи бересіздер. Барлығы осылай резина толығымен тоқып шығасыздар. Керек көлемде. Мына жерде полустолбик с одним накидом, мына жерде соединительный столбик, полустолбик. Енді мына жерде соединительный столбик, полустолбик с одним накидом, соединительный столбик. Бұл узордың алды, арты болмайды. Теріс жағы, оң жағы деген сияқты болмайды. Мені екінші қатарымызды тоқып біттік қой, обязательно петля подъема көтереміз. Қайтадан үшінші ілмегімізге іліп аламыз. Мені үшінші ілмек. И соединительный. Келесі полустолбик с одним накидом. Келесі соединительный столбик. Опа. Соединительный столбик. Полустолбик с одним накидом. Соединительный столбик. Полустолбик с одним накидом. Соединительный столбик.
соединительный столбик, мына полустолбик соединяем. Мына жерде біздікі аяқталады полустолбикпен. Осындай әдемі узор шапкаға резина. Любой затқа резина қалсаңыз, шапкаға в основном осылай резина жасаймыз. Это обязательно петля подъема и арғай соединительный полустолбик. Осылай өздеріңіз көлемін реттеп алыңыз басында. Қанша сізге тоқу керек ұзындықта резинасын. Мен қазір сіздерге толығымен тоқып резинаны көрсететін боламын. Мені қараңыздар, мен толығымен тоқып болдым. Осындай әдемі болып шығады. Екі шеті бірдей. Объемный. И менде мынаны бүйтіп өлшегенде резинаны созып тұрып, былай прям бүйтіп созып тұрып өлшейміз. Менде бұл өзі 50 сантиметр басқа арналған. Міне менде 49 сантиметр тоқ болдым. Ұзындығын енді мына қараңыздар, мына жағында жібіміз басталған мына жер болса, бізде міне төмен жағынан аяқталып жатыр. Осылай сіздерде аяқтаңыздар. Ең соңғысын соединительный столбиктен қосамыз. Енді ары қарай мынаны бір-біріне қосу керек боламыз. Міне өстіп. Міне бірдей қатарын міне бастаған жібіміз міне жерде, жіптің ұшы. Енді қараңыздар. Мынаны бір-біріне бүйтіп қосып тұрып, біздің сыпочкамыз бастаған сыпочкамызбен бүйтіп соединить етеміз. Соны ары қарай барлығын бірін-бірімен ар жағынан алып отырмын, жіптің арғы жағынан, сыпочканы толығымен алып отырмын. Осылай толығымен тоқып шығамыз. Міне мен тоқып болдым. Мынау іш жағы, мынау сырт жағы. Енді бір петля подъема обязательно. Енді ары қарай столбик без накида техникасында тоқитын боламыз. Бірақ та мына қараңыздар, мына жерге. Мына қарасаңыздар, прям объемный шишка болып тұр да, мыналар. Косичка сияқты тұр. Вот біресе осы косичкаға, біресе төмен жағына тоқимыз. Мына қатармен столбигмен жағына столбик без накида техникасында тоқимыз. Мына қараңыздар. Осылай, енді мына. Енді мынадан тоқыдым. Енді екі столбиктің ортасынан тоқимын. Енді объемный столбиктен тоқимын. Енді мына жерден тоқимын. Төмен жағынан. Енді мына осыны тоқимыз. Бос қылып тоқимыз, енді қатты тартпаймыз. Өстіп мына. Енді мына жерден тоқимын. Енді мына жерден тоқыдым, енді мына жерден тоқимын. Өстіп айналдырып тоқып шығамыз. Төменнен тоқым, енді мына объемныйдан тоқимын. Сонда негізі бір столбиктің үстіне столбик тоқып жатырмыз ғой. Мына өстіп айландырып тоқып шығу керекпіз. Мына қараңыздар, мына жерден бастап тоқыдым, столбик без накида. Міне мен тоқып айландырып келіп, міне аяқтадым. Бұл бізде узорға дайындық бір қатар столбик без накида. Тоқып шықтық. Енді соңғы
столбик тоқимын. Енді мына жерде менде қараңыздар, мына жерде мен бастаған мына қосылған жеріміз, бұл жерде мынаған қоса соединительный петля жасаймыз. Міне осындай әдемі шықты. Негізінде мынау повязкаға да жақсы екен, өте әдемі узор, резина және узор. Енді негізі мынадай повязка болса әдемі қылып шешетін тоқу керек. Бізде шапканың резинасы. Бір столбик обязательно петля подъема көтеремін. Енді қараңыздар, накид тура осы тоққан столбигімнің астына тоқимын. Біреу көтердім, накид, келесі столбиктан міне. Енді барлығын біріктіреміз. Енді ары қарай мынаны бүйтіп бекітпейміз. Ары қарай накид, тура тоққан жерімізге мына жерге тоқылып тұр, сол жерден бір столбик көтереміз. Накид, келесі новый тоқылмаған столбиктен тағы бір көтереміз. Ары қарай тоқылған жерімізге қайтадан тоқимыз. Накид жасаймыз да, новый, жаңадан жаңа столбикке тағы столбик тоқимыз. Накид, накид, осылай, накид, барлығын біріктіреміз, сонда мынандай әдемі узор шығады. Енді бұны айландырып өздеріңіз тоқып келіңіздер, мына жағында қалай былай жоғалып көтерілу керек екенін көрсететін боламын. Міне бірінші қатар аяқталды, міне узормен бірінші қатар бастадық, айландырып тоқып келдік та, енді міне бірін-біріне біріктіреміз. Міне накид, соңғы қатарымыз. Накид алдым, мына жерден аламын. И мына столбиктің үстінен аламын. Накид, мына жерден аламын. Накид, қостым ғой, уже екінші қатар басталып жатыр. Накид, өстіп, жібімізде міне 5, бізімізде 5 жіп. Накид, ары қарай міне. Қайтадан 5 жіп. Өстіп, ары қарай тоқи береміз. Примерно 8-9 қатар тоқу керексіздер. Мысалы, осылай болып шығады. Бірінші қатар, екінші қатар өстіп, бір 8-9 қатар тоқу керекпіз. Мына жерде мен екінші қатарды тоқып бүтіп жатырмын. Мына жер біздің қосылған жеріміз, екеуін біріктіріп қосылған жеріміз, содан байқауға болады қатарыңыздың бітіп жатқан. Енді ары қарай жай ғана айландырып тоқи бересіздер. Бұл ары қарай өте оңай. Жаңа алдында айтып өткендей, 8-9 қатар жаңа бастың көлеміне байланысты тоқисыздар. Өстіп айлана бересіз. Бұл спиральное вязание. Менде тағы менің каналыма кіріп көрсеңіздер, тағы да менде шапкалар бар, манишка бар. Және де менде бисероплетениеден сырға, браслеттер бар, видеоуроктар. Өстіп, енді мен үшінші қатарға көтеріліп бара жатырмын. Міне қараңыздар, мына жерде менің резинаны қосқан жеріме, мына жер. Міне жер. Дұрыс көрінбейді, но зато это хорошо, да? Міне енді біздің тоққан қатарымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар тоқыдым, и мына жерде менің получается мына жер резинаны қосқан жерде мына жерге мен тоқып келдім бір қалыпты. Енді қараңыз, мысалы бағанадан бері бүйтіп тоқып келе жатырмыз, мына жерден
столбик, и сол тоқылған столбигімізден тағы бір столбик көтеремін и новый бір пышный столбик мына қостым. Енді ары қарай мынадан алмаймыз, сразу екі новый столбиктен көтереміз. Қысқартып жатырмыз тақияның үсті жағын. Енді келесі міне тоқылған жерден аламыз и новый столбик қосамыз. Ары қарай екі новый столбик, мынадан алмаймыз, сразу екі новый столбик, біреу, екеу. Пышный столбигіміз қосамыз. Енді келесі мына тоқылған жерден аламын, сосын новый столбиктен аламын. Ары қарай міне мына алдым. Енді екі жаңағыдай новый столбиктен енді мынау тоқылған столбик, новый столбик өстіп кезек алып тоқимыз. Екі жып шықты. Осылай дұрыс болады. Енді міне тоқылған столбик, новый столбик, новый екі столбик. Мынау уже бүйтіп азайтылып жатыр біздің столбигіміз. Мына жерге дейін тоқып келу керекпіз. Өздеріңіз тоқып келіңіздер кезек-кезекге. Қарасаңыздар, уже шапкамыздың үсті жағы кішкене жиналып жатыр. Енді ары қарай бір қатар мына біздің белгілеп қойдым ғой. Осы жерге дейін жай ғана бағанағындай астын қалай тоқыдық, тура солай тоқып, бір қатар солай тоқып шығамыз. Жаңа тоқылған жерден новый екеу тоқымаймыз. Тура бағанағындай тоқылды, тура сөзден тағы бір столбик пышный аламыз. Новый тағы бір столбик пышный столбик көтереміз. Ары қарай қайтадан тоқылған жерімізден аламыз. Тура бағана басында қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Бір қатар осылай тоқимыз да келесі алдырмына қазір айланып келген кезде мына жерден бастап жаңағы екі новыйдан қосудамыз ба, қазір мен көрсетемін. Бір рет айланып шығады. Міне енді қараңыздар, мына жерде мен азайттым. Мына жерде мен азайттым. Бұл 10-шы қатар, 9 қатар мен жай ғана тоқыдым. 10-шы қатарда мен азайттым. Екі новыйдан тоқып мен азайттым. Мынаны жай ғана тоқып шықтым. Мынау 11-ші қатар. Енді 12-ші қатар қайтадан азайтамыз. Міне мысалы мына жерден тоқып келу керекпіз. Мына жерде мысалы мынадан былай тура ортасы келеді, центр емес, резинамыздан қосылған жер. Міне енді мысалы негізі мына жақтан тоққанбыз, енді қазір азайтамыз қайтадан. Мынадан екі новый пышный столбик. Бір столбик, екінші столбик. Ары қарай кезекпен столбик көтерілген жерден алып, и жаңадан новый столбик обычный. Енді қайтадан мынадан алмаймыз, новый екі столбик көтереміз. Енді тоқылған жерден аламыз и новый столбиктен көтереміз. Пышный столбикті қосамыз. Енді новый екі столбик. Бір, екі. Енді тоқылған жерден аламын и новый бір столбик аламын. Енді ары қарай новый екі столбик көтереміз. Пышный екі столбик көтереміз. Өстіп азайтасыздар мысалы мынау. Мына жерге дейін бүйтіп айландырып алып келіп тоқисыздар.
содан кейін жай ғана азайтпай бір рет тоқисыздар, кейінгісінде азайтып тоқимыз. Сөйтіп кезек азайтып тоқимыз, потом обычно тоқимыз, азайтып тоқимыз, потом обычно тоқимыз. Сөйтіп мынаның басы, шапкамыздың басы жиналу керек. Енді сіздер түсінді деп ойлаймын, түсінікті айттым деп ойлаймын. Енді тура осылай мен айтқанды тоқып шығыңыздар, әдемі шапка болып шығу керек. 15 қатар тоқып шықтым мен. Тұрамын жаңағы белгі берген жерімізге. Енді мынаны бүйтіп шығарамын да. Енді ары қарай жібімді мен кесіп тастағанмын. Енді аламын да каждый петлядан былай осылай алып шығамыз. Жабылды. Енді мына жерін міне осындай тоқылып шықты. 10 жастағы қыз баланың басына тура келеді. Осындай помпончығымызды кішкене кішірек сияқты. В общем, әдемі болып тоқылып шықты. Алтын уақыттарыңызды бөліп мен болғандарыңызға рахмет. Сіздерге видео урок пайдалы болды деп ойлаймын. Алдағы сабақта кездескенше менімен бірге болыңыздар.